Ruhiy ағартушылық үгіт нәсиет іләжі. Жастарды кәмілікке, рухи байлыққа жетелеуші ұшырасу. Өзбекстан мемлекеттік дене тәрбие һәм спорт университеті Нөкс филиалында осы бағдарда мәдени іләж өткерілді. Бұл ұшырасуға филиалның науқыран білегі күшке, жүрегі жақсылықтарға толы жастары жәм болды. Елімізге белгілі жазушы шайырлармен өткерілген ұшырасуда спортшы жастар кеуілерін қуаныш, алға ұмтылыстар кернеп, олардың мазмұнлы сәубетін ынтығып тыңлап, рухи күшке бөленді. Өздерінің бай мазмұнға ие шығармалар мен оқушылар қалбіне рухи нұр таратушы әдебиетіміздің жарқын жұлдызлары есапланған шайырлар бүгінгі тыныш заман мемлекетімізде әмелге асырылып отырған реформалар хақында толып тасып айтар екен. Бұл жастардың келешекке болған ұмтылыстарын және де бекемледі. Boğurni ham tutdi xumori, qaytarmikin umur bahori. Шайырларымыз өзінің өмір түретушілігі, жазған қосық қатарларының қалай жазылғаны, қалай ішкі сезімлер кешіргенлігін айқын түсіндіріп берді. Біздер бүгінгі ұшырасудан өзімізге күшлерді алды, қатегі қосық жазуға деген мехрімізді оятты. Біздер де спортшы жастар өзіміздің қолымыздан келгенше осы шайырларымыз, ағаларымыз ұқсап, елімізге өз пайдамызды тигізетұғындай жастар болуға харекет етеміз. Мәмлекетіміз бойлап өткеріліп отырған іләждің мақсеті жастардың дүниялық көз қарасына, пікірлеу дүниясына рухи зия нұрларын таратып, ватан сүйушілікке, инсанилыққа, білім-ілімге қызығушылықтарын арттыруға бағдарланған. Бұнда құллы шығармалар иесі болған дүрітуші инсанлардың мазмұнлы пікірлері келешек иелері үшін рухи азық бағышлайды. Yoshlar bilan suhbatlashganda ulardagi baron kayfiyatga qaraysan. Shu kayfiyat boshqacha. Yoshlar ko'zi yonib turibdi, bu bizni xursand qiladi va ba'zi hollarda shoshiltiradi ham. Biz ularni talablariga, ularni o'sha so'rovlariga yetarlicha javob bera olyapmiz. So'zimiz bilan yaratayotgan o'sha she'rlarimiz, asarlarimiz bilan degan bir o'zimga masalan mas'uliyat olaman. Shuning uchun bu uchrashuvlar men uchun ham kerak ijodkor sifatida, chunki ularni qiynayotgan gaplar bo'lishi mumkin. Ular aytmoqchi bo'layotgan so'zlar bo'lishi mumkin. Ularni anglashimiz kerak. Hayotda katta maqsadlari bor. Shu maqsadlarga yetish yo'lida harakat qilyapti. Faqat ularni qo'llab-quvvatlab tursak bo'ldi. Жастар жаңа Өзбекстанды құрушылар. Оларға дұрыс бағдар беру, өз білімі, күш-жігерменен ватан үшін қызмет етуде, инсанилық фазилетлерді сіңдіруде бұл рухи ағартушылық үгіт насихат іләжларының қызметлері жоғары.